Баршаларыңызға қайырлы күн. Менің есімім Маликов Дидар Нұрланұлы, және бүгін сіздермен біз әдемі бір кейсті талқылайтын боламыз. Бұл жұмысымызға келсек, ITI классификациясы бойынша тип 1-ге, яғни immediate placement, бір мезетте имплантация, және де тип 4-ке, late placement, кешіктірілген имплантацияға сәйкес келеді. Яғни біз 2 имплантант орнатамыз. Көз алдыларыңызда клиникалық жағдай ұсынылған. 4-6 тістің сауыты мүлде жоқ, биіктігі қызылик деңгеймен бірдей, ал 4-7 тіске келетін болсақ, жоқ тіске келетін болсақ, ол жерде сүйек және жұмсақ тіндер тапшылығы байқалады. Ал енді 3D суретке мән берсек, 4-6 тістің бифуркация аймағы өте жұқа, және де түбір өзектері клиникалық талаптарға сай емес, пломбыланған. Бірақ та жалпы сүйектің қалыңдығы имплантатты бірден орнатуға мүмкіндік береді. Ал енді 4-7 тіс аймағын көретін болсақ, бұл жерде альвеола өсінісінің вестибуляр жағынан сүйек тапшылығы анықталады. Егер де біздің имплантымыз қызылик деңгейінен осы жерде 4 мм тереңдікте орналасатын болса, онда имплантымыздың мойны немесе тіпті резьбаларды сыртқа қарай шығып қалуы мүмкін. Ол өте қауіпті. Сол үшін біз қосымша шаралар жасаймыз. Ал енді отаға кірісетін болсақ, жансыздандыру болған соң 4-6 тістің бифуркация аймағынан 2-ге бөлдік, 2 түбірді 2-ге ажыратып, және де тістермен бірге сүйекті де тескен болатынбыз. Сөйтіп имплантымызға орын дайындадық. Ал 4-7 тіс аймағында біз паракристалды тілік жасадық. Сөйтіп түбірлерімізді жұлдықта тіс ұяшығын тазалап, сол жерге имплантымызды орнаттық. Егер де осы суретке мән берсеңіздер, тіс ұяшығы қабырғасындағы сүйек пен біздің имплантатымыздың арасындағы ара қашықтық 2 мм-ден көп. Бұл алдағы уақытта вертикалды және горизонталды сүйек резорбциясына алып келеді. Осындай асқынуларды алдын алу үшін біз тіс ұяшығын сүйекпен толтырдық. Сүйекке толы ұяшықты міндетті түрде жабу керек. Сол үшін біз арнайы композиттен тұратын индивидуалды қызыл иық қалыптастырғышын жасаған болатынбыз. Онымен қатар 4-7 тіс аймағында сүйекті тесіп, имплантатымызға орын дайындап қойған болатынбыз. Осы аймақта сүйектің және жұмсақ тіндердің жеткіліксіздігін көруімізге болады. Сондықтан бұл жерде біз пластика жасаймыз. Бұл жағдайда жоғары жақ төмпешігіне жүгінеміз. 3D суретті қарай отырып, осы аймақта биологиялық тіндердің жеткілікті екендігін көреміз. Бірінші кезекте субэпителиалды дәнекер тінді трансплантатты кесіп аламыз. Одан кейін өзімізге қажет деген мөлшерде ғана жоғары жақ төмпешігінен сүйекті бөлеміз. Дәл осы суретте 2 трансплантатта сіздердің назарларыңызға ұсынылған. Енді осы 2 биологиялық тінді біз бекітуіміз керек. 4-6 тіс аймағында имплантатымыз орнатылды. Ұяшық сүйекке толы, және де оның беті композиттен жасалған индивидуалды қызыл иық қалыптастырғышпен жабылған. Ал 4-7 тіс аймағына келетін болсақ, ол жақта да имплантат орнатылған, оның беті бітеуіш бұрандамен жабылған. Ал вестибулярлы жағынан жоғары жақ төмпешігінен алынған трансплантат сүйекті бекітіп қойған болатынбыз бұрандамен арнайы, және де субэпителиалды дәнекер тінді трансплантатымызды толық қабатты лоскуттың ішкі жағынан жіппен тігіп қойдық. Ал келесі суретте тігіс салғаннан кейінгі көрініс, дистальды имплантатымыз 2-ші этапта бірақ ашылады. Ал мына суретте 2 аптадан кейінгі имплантация аймағындағы көрініс. Жіптер шешілді, жазылу үрдісі қалыпты түрде жүріп жатыр. Жалпы жұмсақ тіндер аймағында көлемнің сәл үлкейгендігін байқаймыз. Енді біздің сауыттарымыз 3 айдан кейін қойылады. Сіздермен бірнеше минут көлемінде болған мен, Маликов Дидар Нұрланұлы. Кездескенше күн жақсы. Сау болыңыздар.